Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз осындай ерекше тағам жасайтын боламыз. Үйлеріңізде лаваштың қамыры бар болса, одан не істеймін деп жүрген болсаңыздар, онда осы каналға қош келдіңіздер. Себебі біз бүгін лаваштың қамырынан, қызанақтан және де сырдан осындай әдемі тағам жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағам өте тез дайындалынады және де дәмді болып шығады. Жасап, достарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен қызанақтарымызды турайық. Қызанақтарымыздың ортасынан бөліп алып, жартылай домалақ қылып турасаңыздар да болады, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Қызанақты ұнатпайтын болсаңыздар, тағамымызға қоспай қойсаңыздар да болады. Ендігі кезекте бір ыдысымызға 2 штук жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзды қосуды ұмытып кетпейік. Жұмыртқамызды араластырып болған соң, 1 стакан сүтімізді қосамыз. Бұл жерде 200 грамм сүтті қосуымыз керек. Сүтті қосып болып, жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте бізге лаваштың 5 штук қамыры қажет. Достар, осы тағамды істеп жатқан кезде лавашымыздың қамырынан кішкентай ыдыс алуымыз қажет. Оның себебін алдағы уақытта айтатын боламын. Ең алдымен біз 1 штук лавашымызды алып, осы сүтімізге батырамыз. Лавашымыздың бүкіл жерін батыруымыз қажет. Ендігі кезекте осы қамырымызды алып, осылай мұжып ыдысымызға салатын боламыз. Бұл жерде біз лавашымыздың қамырын тегіс қылып жаюға болмайды. Осылай әрбір қамырымызды мұжып салуымыз керек. Сонда біздің қамырымыз, яғни тағамымыз көтеріліп пісетін болады. Енді осы қамырымызды осылай мұжып жайып болған соң, қызанақтарымызды саламыз және де сырды біз алдын ала үкіштен өткізіп алуымыз қажет. Сосын қызанағымызды салып болған соң үстіне сырларымызды саламыз және де осылай қамырымыз біткенше жасаймыз. Бірінші қамырымызды сүтімізге салып аламыз, сосын осы ыдысымызға мұжып салып, үстіне қызанағымызды, сырымызды салып, қамырымыз біткенше істейміз. Осы тағамның құрамын мен осы видеоның астына қалдырып кететін боламын, сол жерден көріңіздер. Міне бұл жерде мен 4-ші қамырымызды салдым, оның үстіне қызанақтарымызды салып, сырларымызды салдым. Ендігі кезекте осы 5-ші, яғни ең соңғы қамырымызды саламыз. Бесінші қамырымызды салып болған соң, оның үстіне осы қалған сүтіміздің бәрін құя саламыз тағамымыздың үстіне. Сүтімізді құйып болған соң, осылай венчиктің көмегімен дұрыстап жіберіп, қалған ең соңғы сырымызды осы тағамымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минут арасында пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз пісіп шықты. Бұл тағамның бір ерекшелігі, ыстықтай жесеңіздер де, суытып жесеңіздер де, дәмі өте дәмді болып шығады. Осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер.
отбасыларыңызды, достарыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.